2021 жылдың 26 қарашасы күні Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде Ұлы дала тұлғалары орталығының ұйымдастыруымен Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, химия ғылымдарының докторы, профессор, университеттің 1932 жылғы түлегі Батырбек Ахметұлы Бірімжановтың 110 жылдық мерейтойына арналған ұлағатты әулет тақырыбында тарихи танымдық дәріс өтті. Айтулы шараны Ұлы дала тұлғалары орталығының жетекшісі, саяси ғылымдарының докторы, профессор Гүлшат Нұрымбетова ашып, Батырбек Ахметұлы тағылымына тоқталып өтті. Сонымен қатар Батырбек Бірімжановтың 110 жылдық мерейтойына арналған ұлағатты әулет тақырыбында тарихи танымдық дәрісіне химия бағытындағы білім беру бағдарламаларының жетекшісі Жазира Мұқатаева өз баяндамасын ұсынса, химия ғылымдарының кандидаты профессор Әзімхан Сейітжанов және педагогика ғылымдарының докторы профессор Жеңіс Шоқыбаев өз естеліктерімен бөлісті. Шара барысында тарихи танымдық дәріске келген студенттер, жас ғалымдар, докторанттар мен магистранттар Батырбек Ахметұлы Бірімжановтың еңбектерімен танысты.